Сәлем достар! Әлемдегі ең қауіпті 5 теміржол жайлы видеода сіздерге 500 лайк жинайтын болсаңыздар, екінші бөлімін шығарамын деп уәде берген едім. Сіздер 500 лайк емес, 1000 лайк жинап, мені шын жүректен қуанттыңыздар. Баршаларыңызға алғысымды айтамын. Бүгін біз сіздермен әлемдегі ең қауіпті 5 теміржол жайлы видеоның екінші бөлімін көретін боламыз. Видео басталмай жатып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Куранда-Сеник теміржолы, Австралия. Куранда-Сеник әлемдегі ең қорқынышты теміржол көпірлерінің бірі болып саналады. Ол терең шатқал үстіне қадалар арқылы орналасқан. Ал таудан құлаған сарқырама вагон терезелерінен анық көрініп, кейде тіпті су тамшылары терезелерге шашырап та жатады. Мұндай керемет әсерді Австралияның кез келген басқа теміржол бөлігінен көре алмайсыз. Көптеген жолаушылар пойыз осы бір тұстан өткен кезде көңілдерін аулап, кітап оқып немесе терезеге мүлдем қарамайтын көрінеді. Агро-Геде теміржолы, Индонезия. Агро-Геде теміржолы әдемі алқаптың үстіне салынған. Бұл биіктік пойыз ішінде кетіп бара жатқан жолаушыларды бей-жай қалдырмасы анық, себебі мұндағы керемет көрініске көз тоймайды. 2002 жылы осы бір теміржолдан әлдебір пойыз рельстен шығып апат болған екен. Бір таңғаларлығы, бұл апатта бірде-бір адам зардап шекпеген көрінеді. ақш-тың Нью-Мексико штатындағы Камбре-Толтек теміржолы. Бұл теміржол жолаушыларды тасымалдауға арналған магистральге қарағанда көңіл көтеру паркіндегі қорқынышты аттракционға қатты ұқсайды. Бұл аймақта жолаушылар мінген пойыз ескі жолмен қатар таулы каньондарды, жартастардың қауіпті тұстарын басып өтеді екен. Асо-Минами теміржолы, Жапония. Бұл теміржол белсенді вулканды аймақта орналасқандығымен қауіпті саналып отыр. Оның үстіне көпір де біраз уақыттан бері жөнделмеген екен. Ал ұйқыда жатқан вулкандардың кез келген сәтте оянып кететін ескерсек, онда пойыздағы жолаушылардың қорқатындай жөні бар. Өлім теміржолы, Таиланд. Жергілікті тұрғындар өлім теміржолы деп атап кеткен теміржол Мьянма шекарасына жақын жердегі Таиландтың Канчанбури провинциясында орналасқан. Мұнда Ұлы Отан соғысы кезінде көпірді салып жатқан көптеген британдық және американдық әскери тұтқындар қаза болған. Бұл жол өте әдемі және жемісті орман арқылы өтеді. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.